Сәлем достар, сендермен бірге Ерастыл. Бүгін біз сіздерге Ажал күнделігі деген киноны таныстырамыз. Бұл кино негізінде басында манга болатын, одан кейін аниме болды, одан кейін кино нұсқасы түсірілді, одан кейін жапондық нұсқасы түсірілді, одан кейін американдық нұсқасы түсірілді. Бір сөзбен айтқанда бұл барлық форматта шыққан, не деп айтарын білмей қалдым, бірдеме айту. Бүгін біз сіздерге сол американдық кино нұсқасын таныстырамыз. Және достар, сіздер не істеу керек екенін білесіздер? Лайк басамыз, арнаға тіркелеміз, жаңа шыққан қоңыраушаны басамыз, бұны зарланып айта бермейін, ал енді мен видеоға оралайын. Кино аспаннан бір ажал күнделігі деген дәптердің құлауымен басталады. Оны біздің басты кейіпкері Бауырсақ тауып алады. Бауырсақ өте жақсы оқиды. Ол басқалардың тапсырмасын орындап, ақша жасап алады. Және өкініштісі, оның анасы жақында ғана көз жұмған. Сөйтіп тұрғанда жаңбыр құйып кетеді. Бәрі жан-жаққа жүгіріп кетеді. Бауырсақ та жүгіріп келе жатса, алдында мектептегі бұзақы кәріндер бір балаға әлімшеттік жасап жатыр екен. Бұны көріп шыдай алмай Бауырсақ сөз сөйлеп қалады. Сөйтіп өзі де қоса таяқ жейді. Онымен қоса мұғалімдер оның ақшаға балалардың тапсырмасын орындап жүргенін біліп қояды. Сөйтіп Бауырсақ сабақтан кейін 2 апта мектепте қалатын болады. Содан Бауырсақ көңіл күйден жұрдай болып, қоя берші деп әлгі тауып алған дәптерін қызықтап ашып көреді. Ішін ашып қалса былай жазылып тұр екен. Бұл дәптерге есімі жазылған адам өледі дейді. Қойы, мұна қуып кетті дей бергенде, бөлме қап-қараңғы болып кетіп, бір кірпі секілді, арқасы түгелімен тікен, көзі алайған бір бәле шығып келеді. Бауырсақ пұтына жіберуге таяп қашып кетейін десе, әлгі кірпі: "Ал қане, бастайық. Өзіңе ұнамаған адамның түрін елестетіп, мына дәптерге атын жаз." Дәл сол кезде, әлгі екі бұзақы бір қызға тиісіп жатпасы бар ма? Қалай шыдап тұрсың? Ана қызға көмектессеңші. Сөйтіп Бауырсақ әлгі бұзақлардың атын дәптерге жазып тастайды. Сол кезде оқыс жағдаймен әлгі екеуі де өліп қалады. Сол кезде кірпі: "Сен бұл дәптерді дұрыс қолдана алатын шығарсың. Ал қаламай жатсаң, бір жерге дәптерді тастап бір апта тиіспе. Мен басқа қожайын тауып аламын" дейді. Кешкісін Бауырсақтың әкесі Бауырсақтың сабақтан қалып қойғанын біліп, ашуланып сөйлеп жатса, Бауырсақ әкесіне: "Сен өзің полицей бола тұра анамды өлтіріп, жазасыз қашып жүрген қаншерді ұстай алмай тұрып, маған не деп тұрсың?" деп ашуланып бөлмесіне барып, әлгі дәптерге әлгі қаншердің атын жазып, оны өлтіртіп тастайды. Осылай Бауырсақ мына дәптердің құдіретін біле бастайды және қызықтай бастайды. Бауырсақ бір күні әлгі ажал дәптерін мектепте ұстап отырса, алғаш таяқ жегенде бірге болған қыз келіп, әлгі бұзақылар өз сыбағасын алыпты дейді. Бауырсақ қызды сындырғысы келіп кетті ма, әлгі дәптерін көрсетіп, барлығын айтып тастайды. Қыз басында сенбейді. Сөйтіп әлгілер тікелей эфирде адамды кепілдікке алған қаншерді дәптерге қаншер келіншегін босатып, әскери рәсім жасап, өз-өзіне қол жұмсасын деп жазады. Және дәл солай болады. Сөйтіп Бауырсақ пен Пістегүл ресми түрде жақсы маньяктар болады. Әлгі екеуі бірігіп алып, 1040 адамды жаһанамға жібереді. Бірақ енді өздерінше тек жаман деген адамдарды ғана өлтіріп жүр. Және Бауырсақ өзіне Кира деген жапондық лақабатты жабыстырып алған. Тіпті олар әр өлтірген адамына қабырға, еденге және өз қандары мен есімін жазғызатын болған. Кира деп. Енді қолтаңба қалдырып атырда, енді жұлдыздар ғой. Әлгілер бір қараса 400-ге жуық адамды өлтіріп тастапты. Сол кездерде кейбір есаз халық: "Ойпай, бұл Кира деген құдай. Ол заң, полицейлер жазасын бермеген жаман адамдарды жазалап жатыр. Жасасын Кира." Әрине, бұндай жағдайға құпия қызметкерлер бейжай қарамайды. Біздің Бауырсақты агент Эйл деген мына қап-қара Алан Уолкер аңди бастайды. Мына агент Эйл Бауырсақты үйінен ақ жан-жағынан бақылай бастайды. Агент Эйл жоспар құрып, әтейі теледидардан ұсталмай жүрген қылмыскерлердің атын шығарады. Біздің Бауырсақ тым білмей барлығын қыра береді. Тіпті агент Эйл Бауырсақтың әкесімен бірігіп Кираны зерттей бастайды. Әкесі Кира деген баласы екенін әлі білмейді. Және агент Эйл Кира ол жапондық емес, Сиатлдық. Оның алғашқы өлтірген адамы Сиатлда тікелей эфирде көрсетілген адам еді деп, тура агент Эйл жоспарға көшеді. Ол теледидардан тікелей эфирге шығады. Кира деген құдай емес, жын шайтанды емес.
әшейін қорқақ сүмелек. Барлық құрбандары теледидардан тікелей эфирден шыққан адамдар. Мықты болса, дәл қазір мені өлтірсін дейді. Сол кезде бауырсақтың нерві қозып, Агентелдің атын жазып өлтірейін десе, түрінде білмейді, есімінде білмейді. Сөйтіп бауырсақ әкесінен сұрап Агентел жайлы зерттей бастайды. Бірақ сол кездерде бауырсақ ең үлкен күдіктіге айналады. Сөйтіп жатса, бауырсақтың қызы неменен бас ауыртамыз? Бізді андып бұлай сөйлеп жүрген полицейлердің атын жазып өлтіріп тастайық дейді. Бірақ бауырсақ оған қарсы шығады. Олар қылмыскерлер емес, олар ештеңе істеген жоқ. Мен оларды өлтірсем өзімді ұстап бергенім болмай ма дейді. Бұны естіген Пістегүл ашуланып тайып тұрады. Ал ертеңінде тікелей эфирде шыққан FBI қызметкерлері өз-өзіне қол жұмсайды. Бауырсақ таң қалып, әлгі кірпіге барса, ол емес. Сол кезде бауырсақтың әкесі тікелей эфирде: "Мына Кира деген бәле кінәсіз полицейлерді өлтірді. Ол өзінің кім екенін көрсетті. Әй Кира, мені де өлтір, бірақ мен өлсем де менің орнымды басқа біреу ауыстырады." Сол кезде Пістегүл жынданып дәптерге бауырсақтың әкесінің атын жазбақшы болады. Сөйтіп бауырсақ пен Пістегүл төбелесіп үзіп кетеді. Ал Агентел Кира бауырсақ екенін біліп қояды. Сөйтіп бауырсаққа келіп: "Әкеңді өлтірмей, өз-өзіңді ұстап бердің, балақай", дейді. Кешкісін Пістегүл кешірім сұрап, бауырсақ пен Пістегүл қайта қосылып алады. Және бауырсақ Агентелдің түрін көргендіктен Агентелдің көмекшісінің есімін тауып, дәптерге 2 күн ішінде Агентелдің шын есімін біліп маған айтып, қазанның 12-сінде 7 сағатта өледі деп жазады. Және олардың жоспары бойынша Агентелдің шын есімін білгеннен кейін сол дәптердің бетін жұлып алып өртеп жібереміз. Сонда Агентелдің көмекшісі Ватари өлмейді дейді. Мына Ватари деген Агентелдің қызметтесі, өз жалпысында жанында жүретін біреу екен. Деп тұрғанда Ватаридің өзі қоңырау шалады. "Мен Агентелдің шын есімін білмеймін. Оның есімін білу үшін құпияда өсірген асырау орталығына барып құжат табуым керек" дейді. Ертеңінде Агентел Ватаридің орнында жоқ екенін біліп, бірдеме болғай жатқанын біліп қояды. Сөйтіп бауырсақ отбасымен бірге отырса, аяқ астынан Агентел келіп Пістегүлге кет деп қуып жібереді де, бауырсақтан былай сұрайды: "Ватари қайда? Егер оған бірдеме болса, өз обалың өзіңе." Және бауырсақтың әкесіне: "Сіздің ұлыңыз Кира, әлі түсінбедіңіз бе?" деп бауырсақтың үйіне тінту жасатады. Бауырсақ дәптерді тауып алады екен деп шошып жүрсе, Пістегүл Агентел қуып жіберген кезде дәптерді қоса ала кетіпті. Сөйтіп кешкісін бауырсақ пен Пістегүл мектеп партиіне барады. Және олардың сыртынан түгелімен топтасқан адамдар андып жүреді. Бауырсақ басындағы тымақты ауыстыру арқылы өзін андып жүргендерден құтылады. Бауырсақ бір жерге жасырынып әлгі Ватаридің атын жазған бетті өртейін десе, Пістегүл сол бетті жұлып алыпты. Дәл сол кезде Ватари асырау орнынан Агентелдің атын тауып, дәл айта бергенде сағат 7 болып, ол өліп қалады. Бауырсақ ашуланып Пістегүлге келіп: "Сен неге бір парақты жұлып алғансың?" дейді. Ал Пістегүл былай дейді: "Аузыңды жауып үндемей тұр. Бізді жан-жақта адамдар андып тұр. Кішкене қиындық туындаса қашып кеткім келеді. Мен барлық істі тындырып қойдым. Үндеме" дейді. Пістегүл алдын ала дәптердің бір бетін жұлып, бір полицейді талдырып, полицейдің блокнотынан басқа полицейлердің атын біліп, дәптер бетіне бәрін бірге өледі деп жазып тастапты. Және одан кейін Пістегүл былай дейді: "Сенің жүрегің сағат 12-де тоқтайды. Содан дәптердің ресми қожайыны мен болғаннан кейін сенің атың жазған парақшаны өртеп жіберемін. Сөйтіп сен дін аман, ал мен дәптердің қожайыны боламын" дейді. "Сен бұл дәптерге лайық емессің" дейді. Бұны білгеннен кейін бауырсақ дәптерге бірдемені жазып тастайды. Сөйтіп Пістегүлге мұнараға кездесейік деп кетіп қалады. Сол кезде Ватаридің өлгенін білген Агентел мылтық алып бауырсақты қуа жөнеледі. Сөйтіп әрине Том мен Джерри ойынын ойнайды. Бауырсақ дәл ұсталған кезде Агентелдің артынан біреу бірді қойып қалады. Сөйтіп бауырсақ мұнараға Пістегүлге келеді. Пістегүлге: "Сен мені жақсы көрсең, бұны доғар. Бұл дәптерді қолдануды қояйық" дейді. Ал бірақ Пістегүл дәптерді қолынан жұлып алады. Бағана біз бауырсақ дәптерге бірдеме жазғанын айтып едік. Бауырсақ былай жазыпты: "Егер Пістегүл менен дәптерді тартып алса, мұнарадан құлап өледі" депті.
Ал бауырсақтың аты жазылған парақ отқа түсіп өртеніп кетеді. Бауырсақтың өзі суға құлап 2 күн комаға түсіп қалады. Және бауырсақ ауруханада жатса, қылмыскерлері өле береді. Содан болып агент елдің жұмысы 100% өтірік болып қалады. Ал сол кезде бауырсақтың әкесі баласының Кира екенін біліп қояды. Содан бауырсақтан мән-жайын сұрайды. Сөйтіп бауырсақ бар шындықты айтып береді. Одан бауырсақ өзінің шығарған жоспарын айтады. Бауырсақ бәрін жоспарлап қойыпты. Егер Пістегүл менен дәптерді тартып алса, мұнарадан құлап өледі. Және менің атым жазылған парақ өртке оранады. Мен өзім суға құлаймын. Сөйтіп мені бір адам құтқарып алады. 2 күн комада жатамын. Ал сол кезде бір маньяк дәптерді тауып алып теледидардан шыққан қылмыскерлерді өлтіре береді. 2 күннен кейін маньяк маған дәптерді алып кеп беріп, өзі өз-өзіне қол жұмсап өледі. Сөйтіп бәрін рет-ретімен жазып қойыпты. Сөйтіп бауырсақ әкесіне бар шындықты айтады. Мен жаман адамдарды өлтірсем жақсы болады деп ойладым, бірақ мен өзім жаман адам болып кетіппін дейді. Осылай кино аяқталады. Және бүгінгі біздің видеода аяқталды. Бүгінгі видео ұнаса, не істеу керек екенін білесіздер. Тегін лайкты аямай басамыз, арнаға тіркелеміз, жаңа шыққан қоңыраушаны басамыз, және өз ой пікірімізді комментарияға қалдырамыз. Ал мен өзім осы кино жайлы бір кішкене нәрсе айтып кетсем, негізде бұл киноны көргеннен көрі аниме нұсқасын көрген жақсырақ құсайды. Анимесі жақсы енді. Ал бұл киноға кішкене бір жетіспей қалған тұстары көп.